Сәлем қыздар, қысқыға сәбізден икра жабамыз, өте дәмді болып шығады. Қыстар рахаттанып жейтін боласыздар. Барлық керекті заттардың мөлшерін видеоның астына жазып қалдырып кетемін. Бастысы сәбіз бен қызанақты ет тартқыштан өтетіндей етіп осылай турап алсаңыздар дұрыс болады. Енді икраларымызды сақтайтын банкаларымызды стерильдейміз. Мен мантываркада стерильдеп аламын, жақсы сақталады. Әрі қарай ет тартқыштан қызанақтарымызды, сәбіздерімізді өткізетін боламыз. Чеснокты бөлек ыдысқа өткізіп алыңыз. Бәрін бірге қоспаймыз. Чеснокты соңында бөлек қосатын боламыз. Қазанымызға жаңағы сәбіздерімізді, қызанақтарымызды құямыз. Үстінен тоз бұрышын, қантын, сұйқымайын құйып барлығын жақсылап араластырамыз. Пештің қызуын ең қатты қызуға қоямыз. Яғни біздің икрамыз бұрқылдап қайнай бастаған кезде, бірақ астын баяулатамыз. Шамамен 5-6 минутта бұрқылдап қайнай бастады менде. Икрамыз қайнай бастаған кезде пештің ең баяу қызуына қойып, икрамызды 2-2,5 сағаттай қазанның қақпағын жауып баяу отта пісіретін боламыз.